Математика. Сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Оқу мақсаты санды өрнектер түрінде барлық арифметикалық амалдарға қарапайым есептерді шешуді, қосу мен азайтуға берілген құрама есептерді санды өрнектер түрінде шығарудың моделін құрастырамыз. Қазақстан бойынша 10 туристік орын бар. Ол жерлерге көп адамдар демалуға, емделіп сауығуға және тәуіп етіп сыйынуға барады екен. Сондай орындардың бірнешеуін оқулығында ұсынған. 34-ші беттегі суреттерге қара. Бірінші суретте көріп отырғанымыз Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Бұл мәдени ескерткіш Түркістан қаласында орналасқан. Түркістан қаласы еліміздің оңтүстігінде. Бұл кесенеге адамдар тәуіп етіп сыйынуға барады. Келесі суретте Айша бибі мазары. Мазар деген қайтқан адамның басына қойылатын ерекше белгіні айтады. Бұл Айша бибі мазары да Тараз қаласында орналасқан. Айша бибі туралы аңыз бар. Оны үйде әкең және анаңнан сұрап алуыңа болады. Немесе дереккөзден іздесең тауып оқисың. Келесі суретте қазіргі уақытта туристік орындардың біріне айналып жүрген Байқоңыр ғарыш айлағы. Байқоңырдан өзің білетіндей зымырандар, яғни ракеталар және жер серіктері, спутниктер ұшырылады. Бұл да еліміздің оңтүстік өңірінде, ол Қызылорда облысында орналасқан. Келесі бір керемет Шарын шатқалы. Ол Алматы облысында, яғни ол да еліміздің оңтүстік аймағында. Шарын шатқалының сұлулығына сөз жетпейді. Бұл жерлерге тіпті сонау шет елдерден де туристер ағылып келіп жатады. Енді тапсырма. Осы орындарға қанша оқушы жазғы демалыс кезінде қыдырып барған екен? Өрнектерді есептеп тапсаң, қай жерге қанша оқушы барған біле аласың. Яғни, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне қанша оқушы, Айша бибі мазарына қанша оқушы, Байқоңыр ғарыш айлағына неше оқушы және Шарын шатқалына қанша оқушы барған анықтай аласың. Өрнектерді есептеп мәнін тауып, қанша оқушы барғанын анықта. 35-ші бет, екінші тапсырма. Шарты. Тыңда. Көктемгі каникулдың ұзақтығы 11 күн. Бұл күзгі каникулға қарағанда 5 күнге артық. Көктемгі және күзгі каникулды бірге алғанда ұзақтығы қанша күн? Каникул дегенді білеміз, ол демалыс. Оқушыларға берілетін демалыс күндерді каникул деп атайды. Әр 90 аяқталған сайын біз демалып тұрамыз. Енді көктемгі каникул 11 күн. Есептің мазмұнындағы санды мәліметтер теріп отырмыз. Бұл күзгі каникулдан 5 күнге артық. Бізде бұл деген кілт сөзі бар, есіңе түсір. Бірге алғанда қанша күн? Есептің шешуін есептеп, жауабын жаз. Осы тапсырманың бөлімі. Қазақстан қалалары бойынша саяхат жасауға әр қайсысында 8 оқушыдан 4 топ және әр қайсысында 9 оқушыдан 3 топ аттанды. Қалаларды аралауға барлығы неше бала шықты? Санды мәліметтерді тереміз. 8 оқушыдан 4 топ. Бұл 4 топтағы оқушылардың санын білмейміз, сондықтан да үтір және сұрақ белгісін қоямыз. 9 оқушыдан 3 топ. Мұнда да дәл солай белгісіз болғандықтан сұрақ белгісін қоямыз. Содан соң барлығы неше бала деп сұрайды. Барлығы деген кілт сөз қандай мағына береді? Есіңе түсір. Алдымен топтардағы балалардың санын тауып аламыз. Одан соң барлығын табамыз. Шешуін есептеп жауабын жаз.
Теңдеуді шешеміз. 75 пен x-тің айырмасы 12-ге тең. Компоненттер азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Теңдеуде азайтқыш белгісіз. Азайтқыш белгісіз болған жағдайда үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Екінші теңдеу. Азайғыш, азайтқыш айырманың мәні. Белгісіз азайғыш. Азайғыш белгісіз болған жағдайда қосамыз. Теңдеуді шешіп мәнін тап. Үшінші теңдеу. 90 мен x-тің қосындысы азайту 40 тең 60-қа. Бұл теңдеу күрделі теңдеу деп аталады. Сондықтан да 90 қосу x азайту 40 мәні 60 болатын теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдырып аламыз. Азайту 40 санын қосу амалымен теңдеудің оң жағына шығарамыз. Ұмытпа, мұндай теңдеуді өткен сабақтарда мен саған ұсынғанмын. Қателеспейсің деп ойлаймын.